Миым ашып кетті, шынын айтсам. Неге? Айғай шу сондай көп болып кетті. Мен өзім жалғыз өскен қызбын ғой, ондайды онша көтере алмаймын. Кішкентай кезімнен өзімен өзім ойнап сөйтіп мүлдем ұрыс болмаған ма сонда? Төбелес болмаған ба? өзімен өзім ойнап сөйтіп өзім ғана өскен адаммын. Жалғыз өссең сондай болып өсесің, енді не істейсің Иә, басқа? содан осындай сәл шу ондайларды көтере алмаймын мен негізі. Шулы орталарды ұнатпаймын онша. Ал Гүлсараның көріпкелдігіне байланысты не айтасыз? Аллаға сыйып Енді бұл болсын. көріпкелдігі бұл жерге ешқандай қатысы жоқ деп ойлаймын. Көріпкел болса, енді көріпкел өзіне көріпкел, бірақ бұл жерге жаңағы баласын әкесін іздеуге келді және тақырыптан ауытқымау керек деп ойлаймын. Көріпкелдігін айтудың қажеті жоқ дейсіз ғой, Иә? Баласын ғана іздеу керек деп айтып отырсыз. Енді бағана фотороботқа байланысты жалпы Гүлсара фотороботты бірінші құзырлы органдарға жасату үшін ол жерде өтініш қалдыру керек та, біз оны анықтап білдік. Жоғалған мәселесі жөнінде. Ал енді фотороботты компьютермен жасайтын мамандарға жасаттық. Оған да сенбей отыр. Мен ойлаймын да, ол мамандар жаңағы Гүлсара апайдың айтқан мәліметтері бойынша оны жасайды ғой. Енді бірақ ол кісінің көңіліне шықпай тұр. Бұл жаңағы біреудің қыруар жасаған еңбегіне сын келтіруге болмайды деп ойлаймын. Себебі оны мамандар, оқыған, білікті мамандар жасап отыр ғой. Ол кісінің өзі кішкене мүмкін сәл дұрыс ақпарат бермеді ме екен деп қоямын. Келбетін дұрыс келтіре алмаған дейсіз ғой, бәлкім ұмытып та қалған шығар енді келбетін. Соны айтып отырмын ғой. Енді ол Гүлсара апайдың аузынан шыққан ақпараттар бойынша жасалды ғой ол. Жаңағы әйтпесе ол мамандар білмейді ғой, ол ермектің кім екенін. Сіз бұрынғы күйеуіңіз көріп отқан шығар, айтпай ақ қояйын, басқа мәселеге көшейік. Жалпы бұрынғы бір сөйлескен жігітіңіздің сұлбасын келтіре алар ма едіңіз деп сұрайын дегенім ғой? Иә. Келтіре аласыз, ұмытуға болмайды ғой? Ұмыта алмайсыз. Кімге қатысты деп айтса да. Енді ұмытылатын адамдар да болады, оның бейнесі ұмытылмайтын адамдар да болады. Жаңағы Айгүл ма біреу пікір айтты ғой, мысалға түн ішінде ғана көргесіз ғой, сондықтан есіңізге түсіре отырсыз деп ше. Егер ол күндізгі уақытта бір-бірімен сөйлесіп, жақын қарым-қатынаста болса, міндетті түрде. Білмеймін, мен енді 2-3 ай сөйлесіп жүрген жаңағы адамым болса, мен сұлбасын келтіре аламын, бірақ енді бір ғана түнде ғана көрсем, білмеймін енді. Ондай болмады өмірімде, Құдайға шүкір. Түнде көрген болып тұр ғой, Сізге біраз сұрақтар келіп жатқан шығар, бірақ өкінішке орай телефонымыздың қуаты, зарядкасы бітіп қалды. Өзіңіздің тарапыңыздан қоя берсеңіз сұрақ. Иә. Сонымен енді Гүлсараға не істеу керек енді? Гүлсара негізі өте жақсы кісі. Ақ көңіл, сәлемі түзу, ең бірінші сәлемдесетін адам менің ең сүйікті құлым деп айтқан ғой Алланың өзі. Амандасқан кезде адам өзінің амандығын білдіреді. Мен аманмын, менің жағдайым жақсы деп. Ең бірінші амандасатын адамдарды мен өте жақсы көрем. Мен өзімнің шәкірттеріме де өзім бірінші амандасам. Амандасуды мен өзімнің амандығымды білдіру, осы күніме шүкіршілік ету, әрдеміме тәубе ету деп білем. Сіз алдында Айгерім экстрасенске барған кезде Айгерімге кәдімгідей өкпеледіңіз, ренжіздіңіз, Иә. Неге барасыз деп. Енді мысалға менің ренжіген себебім, мен елім үшін жаным ашиды. Мысалы, тікелей эфирдан халқым көріп отыр. Ол 1000 рет, миллион рет бара берсін Айгерім өзі. Мен онда шатағым жоқ. Ол жағдайында түсініп отырмын. Мейлі ол өзі сені өзі барып отыр, бара берсін деп айтып отырмын. Бірақ халық көріп отыр да, бұны халыққа не насихаттап отыр деп отырмын да. Мысалы, халық көреді да, бізде мен барлық халық сауатты деп айта алмаймын да, арасында енді болады ғой, онша діни сауаты жоқ адамдар. Анау барып жатыр екен дейді да, мысалы пікірлерде де жүр. Осы экстрасенс номері бар ма деген пікірлер көрдіңіз бе? Қалай әсер етіп жатыр қоғамға? Оны насихаттап керек емес деп ойлаймын мен. Жалпы Айгерімнің экстрасенске барғанын сұраған себебім, көрдіңіз бе, сіз экстрасенске жалпы сенбейсіз, қарсыз, қоғамда қарсы, бірақ кейбір адамдар шарасыздықтан барады. Енді мысалға, неге сіз мысалға Гүлсараға осы нәрсені айтпадыңыз, сен өйтіп қоғамның миын улама деп? Енді ол жаңағындай бір нәрсені болжап, бір нәрсені былай
пішіп кесіп айтып отырған жоқ қой Гүлсара, тек мен көріп келмін деп айтып отыр. Азамат ретінде жалпы осы қоғамның бір мүшесі ретінде сіз ұстазсыз, білемін, сол нәрсені мысалы мен сізден күттім, көрермендер жоқ, қараңыз да, ол мысалы мына жерде келіп анандай оттарын бүйтіп шашып, аны болады ғой енді не ритуалдары, иә, экстрасенс, ондай еш нәрсе істеп жатқан жоқ, тек мен көріп келдім деп айтып жатыр, ешкімге болжап бір нәрсе айтып жатқан жоқ. Кейіпкерлерге хабарласқан және де көрермендерге негізі басты проблемасы баласының әкесін іздеп келу, және де бұл әңгіме негізінде керек емес деп ойлаймын мен. Жақсы, рахмет. уақыт бітті.